Сәлем оқырман. Зухра мен Бексұлтанның ұлын жақында туылған болатын. Неткен қуаныш, қандай бақытты сәт. Ұлдарының есімдерінде бет әлпетін көрсетпеген болатын. Зухра өзінің аналық өмірін тәтті сүруде. Көбісі ойлайтын секілді Бексұлтанның анасы келінін жақтыртпайды деген. Ол болса олай емес екенін Зухра бүгін көрсеткен болатын. Бексұлтан жұмыстарымен шығып екен. Сырқады жайнатып қойған менің сүйікті жесекімді енем. Жаным. Енем кетті қолым бұзары. Мамаға шай құйып береді. Мен бақыттанам. Осылай тұрып, біздің үйдің вайбы осындай. Асыл шай ішеміз. Кстати, еще шайға тоймаймын ғой. Печенье мен шайды іше берем, шай іше берем. Уже кеше сорпа жасап берген мамашқа. Қазір сорпамды да ішем. Түнге таман ішкен күшті екен сорпаны ішіп, тегіп кеше сорпа ішіп, күшті терледім түнде. Мама, мне еще мама говорила, что покрасить мои волосы опять в черный. Ты же сам захотел. Шашын қидыру керек, ерасыл шашына қарайтын уақыт болмай жатыр. 30. Ұзын болып кетті. Помощь. Папасы, кішкене босасын, папасы да жүгіріп барып беріп жұмыстармен жүр. Босағаннан кейін ерасылдың шашын қидырып, өзің краска алып келсе, өзің бояп беремін үйден. Темныйға. Кстати, шашын не үшін боядыңдар деп сұрап жатқандарға. Бала кішкене. Видеоның астына осылай жазуларын қалдырды. Қасымда және мене мамам. Мамамыз келіп баланы бірге жуындырып, маған әбден көмектесіп жатыр. Енен жақтырмайды дейсіздер, жақтырмаса осылай қасымда болып көмектесер ме? Деді Зухра. Ал сіз қалай ойлайсыз? Және де өзінің ойларымен бөлісті. Қойшы гайын стариски. В общем, 2-3 күн бір проблема болып соның. Уайымы болды, именно документация жайлы. Күні-түні уайым болып, бүгін вроде шешкендей болып жатырмыз. Процесі енді Аллам бір қайырын берер. В остальном бәрі жақсы, кішкене 24-7 үйде отыра беріп сәл стресс болып жүрмін. Иши ерасылға көңіл бөлінбей, кеп ұрсып қоя беретін болғанмын. Ұрсып алып ішімнен жылаймын, жаным ашып, бірақ қайта ұрсып қоя берем ба? Бірақ Еркусямның жүрегі кең үндемей жүре береді, жәнім. Енді өзімді кішкене сабырға шақырып жатырмын, деді Зухра.